Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы симметриялы фигуралар пысықтау. Сабақтың мақсаты фигураларды ажыратасын және оларды саласын. Бірінші есеп зерттеу жүргізу. Болашақтың мектебінде оқу қызықты. Ол мектепте не болуы қажет екендігі туралы сыныптастарының арасында сауалнама жүргіз. Алынған мәліметтер бойынша диаграмма немесе кесте құр. Бірінші есепті талқылайтын болсақ, сыныптың жасаған диаграммасы бойынша робот мұғалім 8, электронды кітап 10, VR жүйесі 6, смарт тақта 3. Келесі екінші есеп бізде өздік жұмыс. Әрбір оқушы өз дәптеріне торкөз бойынша симметриялы пішіндерді сызу қажет. Төртінші есеп бізде жұптық жұмыс. Әрбір оқушы өз жұбыменен кітапта берілген фигуралардың ауданын есептеп жазады. Жетінші есепте біз топпен жұмыс жасаймыз. Әрбір топқа тапсырма. Кейбір әріптердің симметрия өсі бар. Сол өстерін табуымыз керек. Бірінші топқа бірінші сөз, екінші топқа екінші сөз, үшінші топқа үшінші сөз. Топтық жұмыстарда бірінші топты екінші топ, екінші топты үшінші топ, ал үшінші топты бірінші топ бағалайды. Бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті. Біз фигураларды ажырата алдық және оларды салада алдық. Бүгінгі сабаққа өте белсенді жақсы қатысқандарың үшін рахмет. Үй жұмысы 9-шы есеп. Дәптеріңе симметриялы фигураларды сызып келесіңдер. Сау болыңдар.